Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ауызда еріп кететін Спартак пирожныйын дайындайтын боламыз. Шоколад жақсы көретіндер өте қатты жақсы көреді бұл пирожныйды. Мастер-класстарда айтылатын барлық құпияларымен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз кремін дайындап аламыз. Кремі заварной крем. Бірінші қантты саламыз, бір жұмыртқаны салып, үстіне ұнды салып, кішкене араластырып аламыз. Оның үстіне сүтті құйып, баяу отта тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Қоюланғанша араластыратын боламыз. Бізде комоктар болып қалмау керек, сондықтан тоқтаусыз араластырып тұруымыз керек. Міне газге қойдым. Баяу отта тоқтаусыз араластырып тұрдым. Осындай қоюлықтағы крем дайын болды. Енді осы кремді суығанша бетін пищевая пленкамен жауып күтетін боламыз. Енді біз қамырын дайындауға кірісеміз. Газге қоятын асты қалыңдау ыдысқа балды саламыз, үстіне қантты салып, сары майымызды салып, баяу отта тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Асты тез алып қалу мүмкін, сондықтан тез астына осылай араластырып тұрамыз. Не болмаса газде қиналамын десеңіздер, водяной баняда осылай жасасаңыздар да болады. Сары майдың барлығы еріп кеткеннен соң үстіне ас содасын салып араластыратын боламыз. Бізде көпіріп, осылай кішкене түсі өзгеруі керек. Бізде дайын болып қалды. Көпіріп шықты массамыз. Енді осыны газден бір шетке алып, кішкене жылығанша күтетін боламыз. Біздің массамыз жылығанша жұмыртқаны араластырып тұрамыз. Үлкендеу ыдысқа 4 жұмыртқаны салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осы арада біздің балды массамыз кішкене жылып қалды. Осы массаны аз-аздан салып, жұмыртқаның үстіне араластыратын боламыз. Барлығын бірден салып жібермейміз, өйткені әлі толықтай суыған жоқ. Сондықтан жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Аз-аздан салып, осылай араластырып аламыз. Бізде осы масса қатты салқын да емес, ыстық та емес болу керек. Егер қатты суып қалса, балды масса қатып қалуы мүмкін. Араластыруға қиналып қаламыз. Сондықтан кішкене жылылау болған кезде осылай салып араластырып аламыз. Міне барлығын араластырдық. Енді үстіне ұнды саламыз. Біз ұн мен какаоны қосып араластырып аламыз. Өйткені какаоның өзін қоссақ, бізде комоктар болып қалуы мүмкін. Сондықтан ұнмен бірге араластырып, сосын 2-3-ке бөліп салып, араластырып қамырымызды дайындап аламыз. Міне осындай қоюлықтағы масса дайын болды бізде. Енді пешімізді осы кезде жағып қоямыз 180 градуста. Листке пергамент қағазын төсеп, жұқалап жайып шығып, 5 минут, 4 минутта пісіп қалады біздің кождарымыз. Тез солай пісіріп аламыз. Жұқалап жайып шығамыз. Осылай менде листтің көлемі 31-ге 33. Сіздер басқа да формаларда пісірсеңіздер болады. Думалақ торттың формасын сызып алып, көбірек кор жасап, кәдімгі торт сияқты жасасаңыздар да болады. Не болмаса, осылай мен сияқты листке жасасаңыздар, үлкен көлемдегі пирожный болып шығады. Үлкен жиындарға, дастарханға қоюға өте ыңғайлы. Осылай пісіріп аламыз барлығыны. Енді біз осы арада үстіне жағатын шоколадный глазурын дайындаймыз. Қант пен какаоны араластырып алып, үстіне сары май аздап, сосын сүт құйып, баяу отта газде араластырып тұратын боламыз. Тоқтаусыз араластырып тұрамыз бізде, кішкене қоюланса жетеді. Міне осылай араластырамыз.
дайын болды біздің шоколадный глазурымыз. Осындай қоюлықта болады. Ол кішкене суығаннан кейін тағы да қоюланатын болады. Енді біз осы арада заварной креміміз суыды. Енді біз сары майды миксермен осылай араластырып аламыз. Сосын заварной кремді аздап 1-2 қасықтан қосып отырып, миксермен араластырып крем дайындаймыз. Барлығын бірден салып жібермейміз. Солай 1-2 қасықтан аздап салып араластыратын боламыз. Міне бізде осындай қоюлықтағы өте әдемі заварной креміміз дайын болды. Біздің кождарымызда пісіп, барлығы суып дайын болды. Піскен кождарымыздың шетіні барлығын бір тегістеп кесіп аламыз. Оны езіп майдалап, шетінен шыққандарыны бетіне сеуге алып қоямыз. Енді кождарымызға кремді жағып аламыз. Кремді мен өлшемеймін, көз мөлшерімнен салып осылай жаға беремін. Шеттеріне де кішкене осылай крем тигізіп жібереміз. Енді үстіне шоколадный глазурымызды құйып жібереміз. Шоколадный глазурда бізде суыған болу керек. Ыстықтай үстіне жақпаймыз. Барлық жерлеріне осылай жағып шығамыз. Шеттеріне крошканы осылай жабыстырып шығамыз. Міне біздің Спартак пирожныйымыз дайын болды. Оны біз үстіне целлофан пакетпен орап, мұздатқышқа 1 түнге қоямыз. Сол кезде бізде өте жұмсақ болып шығатын болады. Міне 1 түн тұрған біздің пирожныйымыз кесіп дастарханға тартсақ болады. Өте әдемі болып шығады. Үстіне мен құлпынай қойып әсемдеп қойдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Дастарханда өте әдемі көрініп тұрады. Менің каналымда басқа да қызықты рецепттер бар, кіріп көрсеңіздер болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.